Өте дәмді болып шығатын наурыз көже дайындаймыз. Ең алдымен сүрленген ет пен қазының үстіне су құйып, отқа қоямыз. Біздің етіміз піскенше дәндерімізді дайындай берейік. Бұл жерде бидай, сары жүгері, ақ жүгері, арпа, тары және маш бар. 6 түрлі дән қолдандым. Негізінде 7 түрлі дән қолданған жақсы. Барлық дәндерді 100 граммнан өлшеп алдым да ыдысқа салып, үстіне ыстық қайнаған су құйып, беттерін жауып қойдым. 2-2,5 сағат ыстық суда тұрсын. Ал тары мен машты бірден жуып тастадым. Тары тез піседі, оны ыстық суға қойып қажет емес, ал машты бөлек өзін қайнатып алған дұрыс. Себебі маш қайнаған кезде су лайланып, жасыл болып кетеді. Сондықтан бөлек қайнатып, жуып, сөйтіп саламыз наурыз көжемізге. Сол уақыт аралығында біздің етіміз де пісті. Көбігін алып тастаймыз. Одан кейін бетін жауып, 2-2,5 сағат піскенше қайнатамыз. Біздің етіміз баяу отта қайнады. Сорпамыздан етімізді алып аламыз. Және де сорпамызды жақсылап сүзіп аламыз. Біздің сорпамыз қайнаған кезде азайып қалды. Сол себепті үстіне ыстық су құйып толтырамыз да бетін жауып қайнатамыз. Енді біздің дәндеріміз 2,5 сағат тұрды. Жақсылап 2-3 қайтара тағы да жуып аламыз да сорпамыздың үстіне қосамыз. Бидай мен жүгеріні бірге қосамыз. Үстіне татымына қарай тұз қосып, бетін жауып, жарты сағатты қайнатамыз. Жарты сағаттан кейін оның үстіне арпамызды қосып, тағы да қайнатамыз. Сол уақыт аралығында біздің машымыз пісті, оның суын төгіп тастап, жақсылап жуып аламыз да сорпамызға қосамыз. Ең соңынан маш пен арпаны бірге қосып, кішкене қайнатамыз 5 минуттай. Одан кейін піскен етімізді турап, араластырамыз. Мінекей осымен біздің наурыз көжеміз дайын. Бөлек ыдысқа құйып алып, және де оның үстіне осындай езілген, қайнатылған құртты қоссақ болады. Не болмаса айран қосып ішуге де болады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің видеома лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.